Мистер Икс, шығасың ба, шықпайсың ба? Шығамын. Шығамын. Ал шықшы. Қош келдің. Қош келдік. Отыр, жайғас. Бірден қызымыздың тамағын алдына алсан. Ан жерде несі бар? Неме осындай. Әйтеуір пакетикті киіп алшы. Иә, кішкене гигиенично болсын дегеніміз ғой. Біздің қызымыз енді бүкіл махаббатын салып пісірді бұл бәлішті. Сол үшін ал, көрейік. Ұқсай ма, жігіттен қыз? Орындар ұқсайды екен. Дәмді екен өте. Бір түрлі күлдің ғой, шын дәмді бе? Шынымен де. Жақсы, қуаныштымыз, ал. Ондай болса, ол керемет қой, ә? Қызымызды әлі көрмей жатып, оның тамағын дәмін татып отыр, ә? Бұлай жалпы мистер Икс болған қалай екен? Қобалжу болды ма? Керемет, қобалжу мүлдем болған жоқ. Мен өзіме сенімді болып, өзіме керегімді іздеп келдім. Және қыздар, мен мүлдем дорама көрмеген. Жалпы дорама не екен білесің, е? Иә. Жақсы. Жалпы керемет. Басқа қандай сезімің бар? Сезімім қызық екен. Осылай қыздарды таңдаған, яғни қарап, көрмей. Қызымызды көргің келе ме? Көргім келеді әрине. Көрсетейік па, көрсетпейік па деп мен мұнда тұрмын ғой. Ал? Көруге дайынмын. Дайынсың. Жақсы. Қызымызды бұратын кез келді, е? Ал, сен бұрыла ғой, мен санаймын қазір. Ал, 5, 4, 3, 2, 1. Бұрыламыз. Не, танысыңдар ма? Жоқ, өте керемет екен. Жоқ, бірінші рет көрді. Біздің қызымыз аузын ашқап тұғы, мен ойладым, таныс жігіті кеп тұрма деп. Жақсы. Қыз өте әдемі екен, қолы дерт көрмесін. Тамағы өте дәмді. Жақсы. Енді бет-алдан біздің қызымыз тұрмады. Тамағын жасап отырғанда ана бета чайын жасады. Негізі бета чай жақындатады дейді. Сол үшін жігітімізге бір шайды құйып жүрсен. Біздің қыз шайды қалай құяды екен, а? Толтырып құям екен, қалай құяды екен? Қызымыздың қолы дір-діреп атқан сияқты. Я, енді мен деген көп болды ғой. Мен осы кісіні күтіп жүргеніме мистер Иксімді деп айтайыншы. Жігіт ұнап жатыр. Я, сырт келбеті де, өзінің даусымен де осы жерде біраз қызы есінен тандырды ғой, бастарын айналдырып. Енді жақсы, я. Нормально. Нормально. Біздің қыз ұнап жатыр ма? Өте керемет, әдемі екен. Жақсы. Енді бай. Шырхан. Кино қарағандай болдық қой. Қатты болатсың ба? Өзімді әрең ұстап тұрмын деп айтсам болады.
Біздің қыз бар ғой, майысып қалыпты. иә, Мен сені танымай жатырмын. себебі Сен бұндай бір ауыстырып нәрсе тастаған болады деп мүлдем ойлаған жоқпын. Негізі сол үшін қатты ұялып жатырмын. Мен өз-өзімді қазір Сен жинап ал өзіңді, менің әріптестерім не дейді? Жігітімізді енді толықтай көрдік, қандай жігіт келіп тұрған. Екеуі жараса ма қалай? Не айтасыздар? Өнерге жақынсың ба? Аздап. Шығармашылық қабілеттері бар жігіт екен. Енді вальс билеп жатқан кезде жігіттің қызға деген көзқарасын байқағанымда, демек жігітке ұнағансынды. Ал егер қыз ұялса, бетіне қарай алмаса, демек қызда кетер емес. Екеуінде бір химия болғансынды. Бір неде үстіне мурашка болды ғой. Маған жоқ кетті ғой сол мурашка. Сіз түгілі мен де мына жақта мурашка болып жатыр денем бәрі. Үшінші болып билейін ба деп ойлап қалдым бір жағы. Сонда екеуміз билей салайық, Иә. Бақтарың ашылсын. Рахмет. Мадина ханым. Өте әдемі жұп. 9-шы қыз бәріне қарсы шықты ғой, қыз деген осындай болу керек деп. Нағыз сол қыз шыққан сияқты. Қол жеткізбейтін алтын, ол сондай болу керек деп еді. Прям сол қыздың енді несі шығып тұр. 9-шы қыз бәрі 9-шы қызға қарсы шығып еді, солай туралы айтқанда. Өте керемет жұп. Жақсы, рахмет. Ал, біздің енді келе ғой, қасым. Мен бір ауыз сұрағым келіп жатыр, жігітіміз ұнап жатыр ма? Бірақ жауабын алмай тұрып, экранға назар аударайық, бета чайдан сәлемдеме бар. Ал енді ол біздің әдеттегідей бета чайдың сәлемдемесі. Жігіт ұнап жатыр ма? Иә дегенде қалай айтсам болады, енді өзінің қадамдарын жасап жатыр, мені биге шақырды, романтикаға жақын екенін байқатып жатыр, кішкене сезімге, махаббатты қатты ұштастыра білетін ер азамат секілді. Жалпы Қызымыздан сұрағым келіп жатыр. Таныстық жалғаса ма, жігіт ұнап жатыр ма? Бағана айтып өткенде таныстық жалғасады. Жақсы. Ал жігітімізден сұрайық, қызымыз ұнап жатыр ма, көңілінен шықты ма? Әлбетте, өте әдемі, ұнады. Ұнады. Біздің менің сарапшыларым не дейді? Енді Бикештің арманы орындалса, басқа айтарым жоқ, ләмем демей ақ қояйын. Жарасыңдар. Ал Мадина ханым, айтарыңыз бар ма? Иә, барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Ең бастысы екеуі күшті импровизация көрсетті ғой. Иә. Соған қарай көреміз енді қалай болатын. Жігіттен сұрағым келіп тұр, осы тұста тез. Не көмектесті таңдауға? Ең басты мынау нәрсе деп айтшы. Ойының ұшқырлығы. Ойының ұшқырлығын қай жерде байқадың? Бір минут тоқтамай сөйлеймін. Және өте бір өзіме керекті сөздер алып деп ойлаймын. Өзіңе керекті сөздер. Жақсы. Аяна ханым, былай нумерология не дейді? Сіз сандармен күшті-күшті санаушы едіңіз ғой? Енді сандар кейде сандырақтайды ғой енді. Бүгін сандырақтамайтын шығар. Нешінші номер дедің? 14, 14. Екеуі энергетика жағынан жақсы сәйкес келеді. Егер де жұптың біреуінде 6 болмаса, олар кедей өмір сүру мүмкін. Ал қызда 6 бар да, жігітте 6 жоқ. Жауапкершілігі бар, семейнен жігіт екен. Менде қандай 6? Бір 6, кәдімгі 6, 6. Сосын семья отбасы жағынан бұл қыз әлі де отбасы құруға дайын емес сынды. Бірақ инабатты, ивалы, биліктің, байлықтың белгісі жатыр. Енді алдымен танысып алсын, отбасы туралы. Жігіт тұрақты емес, сандары бойынша енді. Бірақ өзіне де байланысты ғой енді. Жаңа семейін деп аттыңыз ғой. Жоқ, енді семьяға әлі енді әзірге өзінікін таппайынша ол тұрақсыз болуы мүмкін, жай қарым-қатынаста. Ал отбасылы болып, өзінікін тапқан кезде, тұрақталады. Әзірге ол
ойы сквозняк болып отыр ғой. Жақсы. Ал қызымызды ортаға шақырып алсақ, я, құрметті көрермендер, бағдарламаның басында жігіттің видеосын көрсеткен болатынбыз. Енді сол видеоны біз көрейік енді. Жігітіміз сол жігіт па, басқа жігіт па, қайда тұрады, немен айналысады? Ондай болса, назар аударыңыздар экранға. Шерхан Шапантай. Карате спортына бірнеше дүркін жүлдегермін. Кәсіби фото-видео модельмін. Көптеген жарнамалық роликтерге түскенмін. Табиғат аясында жиі демалам. Фитнеспен тұрақты түрде айналсам. Және көңілді кештердің гүлімін. Айттым ғой. Фотомодель. Қыдырықпас. Ал енді жігітіміз қасымызға келсе. Моника ханым, негізі мен дейтін доставщик деп ойлап таныстықты жалғастырам деген ғой. Енді? Енді қазір осындай мопеді жоқ. енді қазір одан да күшті жаңағыдай модель екенін білген соң, модель екенін білген соң, одан сайын таныстықты жалғастырамын десең. Оны сен жігіттің көзіне қарап айта аласың ба? Әдемілеп тұрып айтшы, махаббатыңды көрсет. Жарайды, енді махаббат демеш, бір білмеймін. Әдемі сезіммен айта аласың ба? Мен таныстықты жалғастырамын. Мәссаған. Я, мен таныстықты жалғастырамын. Жақсы, біздің жігітіміз не дейді екен? Әрине. Бізде қазір жарнамадан кейін жігіттен сұрайтын боламыз. Таныстық жалғаса ма, жалғаспай ма, жалғаса қайда апарады, немен айналысады, алдағы уақытта білетін боламыз.